Hello students, сәлем оқушылар. Бүгін біздер 6 классқа арналған Excel кітабының студент буктан жалғастырамыз талдауды. Ең басынан бастап, видеоны бастамастан бұрын каналға тіркеліп және комментарий қалдырып кетіңіз. Алдағы жаңа шыққан видеоларды көру үшін. Ал мұнда екінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырмада мектепте өтілетін пәндер берілген: English, Geography, Music, History, Information, Communication Technology, біреу ICT, Math, Science, Art, Physical Education, Design and Technology, ағылшын тілі, география, музыка пәні және тарих, одан кейін информатика, математика, кейін дене шынықтыру, одан кейін еңбек пәні, химия пәндері, science жайлы айтылған. Бұл келесі екінші тапсырмаға қараймыз. Complete sentences, өзіміз жайлы сөйлемді толықтырамыз. Бұл жерде айтқан my favorite school subjects are. Менің мектептегі сүйікті пәндерім. Мына жерде пәндердің атын қоюымыз мүмкін: English, or Kazakh, or Russia, немесе music, немесе math деп. I am good at. Қайсы пәннен жақсымыз? Сол пәннің аты I am not good at. Мен қайсы пәннен жаманмын? Оны жазасыңдар. Мына жерде суреттермен берілген барлығы. Келесі 1A reading. Бұл жерде біріншісі расылмен белгіленген тексті оқиық. First picture is: My name is Brenda. I am 12 years old. I am from London, England. In this photo, I am in my ICT class. Yeah, I think ICT is really fun, and it's my favorite subject. I also like music. My favorite sport is hockey. Менің есімім Бренда, және мен 12 жастамын. Менің отаным Лондон, Англияда, және бұл фотода мен информатика пәніндемін. Ол өте қызықты, және ол менің сүйікті пәнім. Және мен музыка пәнін жақсы көремін. Менің сүйікті спортым ол хоккей дейді. Келесі. Жалпы бұл тақырып students around the world. Яғни әлем бойынша студенттер, оқушылардың өзінің пікірі, өзінің сүйікті сабағы және бос уақыты жайлы айтып қойған. Келесі, екінші сурет. Second picture is: Hello, I am Miguel and I am 3 years old. I am from Monterrey, Mexico. This is photo of me in my English class. And my favorite subject is geography, and my favorite sport is football. Мен Мигелмін, менің жасым 13-те, және мен Мексикаданмын. Бұл фотода мен Англиядағы мектебімдемін. Менің сүйікті пәнім ол география, және сүйікті спортым болса ол футбол дейді. Next, pink color is: Hi, my name is May. I am 15 years old. I am from Tokyo, Japan. My favorite subject is science. I am really good at badminton. It's easy. This is my favorite friend, Lynn. Her favorite subject is math, and her favorite subject is sport is basketball. In this picture, we are on school trip. We are having a great time. Менің есімім Мей, және мен 15 жастамын. Мен Японияданмын, және менің сүйікті пәнім ол химия. Мен ол badmintonнан өте жақсымын, және ол өте оңай. Фотода менің досым Лин, және бізді оның сүйікті сабағы математика, және сүйікті спорты баскетбол. Бұл фотода біздер мектеп ұжымымен бірге
саяхаттамыз және өз орында өте қызықты уақыт өткіздік. Next, first picture is my name is Dina and I am 12 years old. I'm from Almaty, Kazakhstan. My favorite subject is history of Kazakhstan because it's really interesting, and my favorite sport is basketball. This is my best friend Zarina. She has a sense of humor. Her favorite subject is art. She is very good at drawing and painting. She is also interested in gymnastics. Менің есімім Дина, мен 12 жастамын және менің отаным Қазақстан. Менің сүйікті пәнім ол Қазақстан тарихы. Өйткені ол өте қызықты. Ал спортым болса баскетбол. Менің құрбым, досым ол Зарина. Ол өте қызықты дүние. Ол юмор жағынан да жақсы дейді. Менің оның сүйікті сабағы бейнелеу. Ол өте жақсы сурет салады. Және ол гимнастикаға қызықады деп айтады. Енді осы мәтін бойынша екінші тапсырма айтылған. Listen to and read the text, then complete the sentences. Қазір біз оқып отырдық. Енді сөйлемді толықтырыңдар деп айтқан. Бірінші сөйлемде Бrendan отаны, ол from London, England. London. Miguel's favorite sports is Miguel's favorite sport or football. May and Lynn are on a trip. On a school trip. May's favorite school subject is science. Nina's from Kazakhstan. Kazakhstan. Zarina's is very good at drawing and painting. Осымен болды. Орнап болдық. Ары қарай жалғастырамыз енді. Видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі. Бесінші тапсырмада бұл жерде спорттар түрлері берілген суреттермен бірге ice hockey, karate, skateboarding, snooker, cycling, swimming, baseball, archery, skating, bowling, gymnastics. And that exercise 7 is ask the questions. Сұрақтарға жауап беру керек. What's your name? Сенің есімің кім? Мына жерге my name есімінің есімі деп жазасыздар. How do you spell it? Оны
әріппен жазу керек. Мысалы, айман болса, I, деп айтамыз. I, одан кейін N. Осылай жазылу керек. Одан кейінгісі, what's your surname? Сенің фамилияң дейді. Where are you from? Қазақстан. How old are you? Жасың нешеде? Және what's your favorite subject? Сүйікті пәніңізді жазамыз. What's your favorite sport? Сүйікті спорт түрін жазамыз. Сонымен жетінші тапсырма аяқталды. Келесінде бұл жерде present simple немесе present continuous, яғни болушы шақ, қазіргі шақ. Оны белгілеу керекпіз. Ал бұны арнайы өзімнің каналымда түсіндіріп кеткенмін. Қалай жасалынатынын. Қазір біз екінші тапсырманы орындаймыз. Екінші тапсырмада жай осы шақ немесе қазіргі шақты қойылымдарды айтқан. Ол сөйлемге қарап қоюымыз керекпіз. Біріншісі Дина. Дина, what are you doing here болады. Мұнда не істеп отырсың? What are you doing here? I am waiting on job in the осы жақ болғандықтан осы жақтан жауап береміз. I am waiting. Қайрат. Ол Қайрат. Сен толықтырып жаза бересің. Келесі екіншісі. When do you play basketball? Сен қашан баскетбол ойнайсың? Every day, but it is raining today. Бүгін болғандықтан біз етістікті аламыздағы rain жағы бар. Жаңбыр жауып тұр, raining болады. Every day, but today is raining. Келесі үшіншісі ulan sometimes, яғни sometimes ол кейде дегенді білдіретін сөздерді ол present simple tense. Sometimes helps the animals shelter after school. Келесі B. I know he wants to become a vet. Яғни олар кейде жануарларға мектептен кейін жәрдем беруді қарайлайды. Оған жауап, мен білемін, ол өскен кезде ветеринар малдарды қайтқысы келеді. Келесі. Төртінші тапсырма. Why are you hurrying? So, I am late, my boss is. Мені не үшін асып тұрсың, мен кешіктім, менің автобусым кетеді дейді. Келесі. Ұлан ұстап жатыр ма? Қазір шақта is ұлан.
Sleeping. No, he is reading. О, возьмем, например, возьмем обжаток. Лisa, you looking tired. You are looking tired. Looking tired. Sen şapşanga görüyorsun. I am studying. Studying. Не обжаток. Мен екінші тапсырманы орындап қойдық. How often do you work any of the following right sentences? Бұл жерде сөздерден сөйлем құраймыз. Мысалы, I am never late for school. Never деген ешқашан, мен ешқашан мектепке кешіккен емеспін дейді. Ал екіншісі, go to the park. Паркке бару. Және үшіншісі, help with the housework. Үй жұмыстарына көмектесу. Төртіншісі, serve the night in the evening. Алтыншы тапсырма дайын, және 10-шы тапсырмада from adjectives, adverbs from the adjectives in brackets. Яғни 10-шы тапсырмада біріншісінде жылдағы шығарып жазуымыз керекпіз. You're going easy деп қойған, easily. Және good, жақсы, жақсылау болады. Earlier. Ерте және wonderfully. Nurgul easily passes all her masters. Nurgul математикадан тестін оңай ғана тапсыра алды. Ulan is doing well in his and after your exams. Ең соңғы жылдық экзамен Ulan жақсы тапсырды. He gets up early every day. Ол әр күні ерте тұрады. He sings wonderfully. Ол өте керемет әнші қалды. Бізде 8 және 9-шы тапсырмалар. Қандай сөйлемді толықтырыңдар деген және жақшыдағы сөздерді шығаруымыз керекпіз. My friend doesn't like swimming. Менің досым сүзуді ұнатпайды. Келесі, my brother wants study. Яғни сөйлемді like, want сөздері келсе, жайында жағдайды. Менің күнім оқуды қалайды.
That's when he grows up. My friend and I usually measure the balance. Wanda, I usually listen, going. яғни барлық естіктерге қарай жалғап жатыр. Менің досым және мен жиі би үйірмесіне барамыз. Сенбі күні I'd like joining the school sports club. Мен спорт клубына қатысқым келеді. Келесі. Мына жерде өздерің жайлы жазасыздар. Маған ұнайды. I don't mind. I don't want маған ұнамайды. Және I enjoy дегенім мен қызығамын. Ол жерге сөйлемді толықтырып жазу керек. Мына жерден барлығына 1-3-ке деп ұнамайтын мысалы спорт болсын, немесе пән болсын, соны жазу керекпіз. Келесі тапсырма. Sarah reads quickly. Ол quickly. Тhan жазира, яғни бұл жерде істеуді біз сын есімге айналдырдық. Сын есімнің көпше түрі, яғни салыстырмалы түрі. Сұлтан studies, Сұлтан оқиды. Well-дің салыстырмалы түрі. Және louder. Sarah is quicker than Жазира. Сайра Жазираға қарағанда жылдам оқиды. Sultan studies better in the library than at home. Sultan кітапханада үйге қарағанда жақсы оқиды. Mr. Khalid talks louder than any of other teachers. Mr. Khalid ол дауысын шығарып айтады, басқа мұғалімдерге қарағанда дейді.